Оқушылар, барлығымыз жаратылыстану кітабымызды алып, сабаққа дайындалайық. Жаратылыстану пәні. Балалар, жаратылыстану пәнінде біздер көптеген жаңалықтармен танысамыз. Өсімдіктер мен жануарлардың ұқсастығын, айырмашылықтарын, су мен ауаның қасиеттерін, күн жүйесі ғаламшарларын, масса мен температураны өлшеу құралдарын, бақылау мен эксперимент жүргізу тәсілдерін үйренеміз. Туған жеріміздің табиғатын танып, оның байлығын ысырап етпей үнемдеуді және айналамызға жанашырлықпен қарауды, өсімдіктерді қорғауды үйренеміз. Ендеше балалар, жаратылыстанудың алғашқы сабағын бастаймыз. Бөлім өсімдіктер деп аталады. Бүгінгі сабақта сіздер өсімдіктердің адамға не үшін қажет екенін білесіздер, өсімдіктерді қорғауды үйренесіздер. Балалар, жаратылыстану деген сөздің өзі жаратылыс, сосын тану деген екі сөздің қосындысынан жасалған. Жаратылыс дегеніміз ол табиғат деген мағынаны білдіреді, тану, білу дегенді білдіреді. Сонда жаратылыстану дегеніміз табиғат туралы білу дегенді білдіреді екен. Ендеше балалар, мына суретке назар аударайық. Сен қай суретті таңдар едің? Ойланайық. Дұрыс айтасыздар балалар. Міне, мен оң жақтағы суретті таңдар едім. Себебі балалар, бұл жерде не істеп жатыр? Балалар ағашты отырғызып жатыр. Айналаға, табиғатты күтіп баптауды үйреніп жатыр. Сонымен бірге қураған ағаштарды тазалап, оның орнына жаңа ағаштар отырғызып жатыр. Ендеше балалар, егер де біздің айналамыз жасыл желекке толып, өсімдіктер көп болатын болса, біздің денсаулығымыз да жақсы болады. Сондықтан бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктер әлемін қалай сақтауға болады деп аталады. Бүгінгі сабақта сіздер өсімдіктердің адамға не үшін қажет екенін білесіздер, өсімдіктерді қорғауды үйренесіздер. Ендеше балалар, барлығымыз мына суреттерге назар аударайық. Анықта тапсырмасын орындап көрейік. Ненің суретін көрдіңіздер? Бұл суреттердің қандай қажеттілігі бар? Адамға қажетті өнімдер нелерден алынады? Қандай өсімдіктерден алынды деп ойлайсыздар? Ойланайық. Иә балалар, мысалы ұн бидайдан алынады, шемішкі май шемішкеден алынады, киім мақтадан алынады, ал қант қызылшасынан алынады. Яғни балалар, адамдарға қажетті азық-түлік, кез келген қажетті заттардың барлығы олар табиғаттан алынады және өсімдіктерден алынады. Өсімдік сонымен бірге айналаға көрік береді. Біз оларды үнемі қорғауымыз керек. Мына сызба бойынша сөйлеп көріңіздерші балалар. Азық-түлік, киім, кешек, төсеніш, көгалдандыру, безендіру, құрылыс заттары, дәрі-дәрмек, бұлардың барлығы нелерден алынады екен? Өсімдіктерден алынады екен. Ендеше балалар, біз жаңағы алдыңғы тапсырмаларды орындай отырып, өнімдердің неден алынатынын анықтадық. Өсімдіктер мен олардан алынатын өнімдерді сызба бойынша сәйкестендірдік. Сонымен бірге өсімдіктер адамға тағы не үшін қажет? Иә балалар, адамдар мысалы көгалда демалып, гүл теріп, өсімдіктерге зиян тигізетінін байқамайды. Өсімдіктердің қажет екенін білеміз, бірақ біздер айналамыздағы өсімдіктерге зиян келтіріп жүргенімізді өзіміз байқамай қалады екенбіз. Біздердің кейбір әрекеттеріміз өсімдіктердің кейбір түрлерінің жойылып кетуіне ықпал жасауы мүмкін. Сондықтан біздер өсімдіктерге үнемі қамқорлық жасауымыз қажет. Бөлме өсімдіктеріне болсын, табиғатта өсіп тұрған өсімдіктердің барлығына жанашырлықпен қарауымыз қажет. Көшет отырғызып, күтіп баптаған дұрыс. Қурап қалған ағаштарды уақытында кесіп отыру керек.
себебі олардың орнына жас ағаштарды отырғызсақ, олар гүлденіп өседі. Ендеше балалар, барлығымыз өсімдіктерді қорғау ережесін құрастырып көрейікші кәне. Гүлді жұлма, ағашты сындырма, өсімдіктерді суар, көшет отырғыз, қураған ағаштарды уақытылы кес, ағаштардың түбін әкте, өсімдіктердің топырағын қопсыт. Барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, және тақырыпты жазып, астына өсімдіктерді қорғау ережесін жазып аламыз. Сонымен бірге балалар, оқулығымыздағы 11-ші беттегі шағын мәтінді жүргізіп оқып, суреттер бойынша және зерттеу тапсырмасын өз бетіңмен орындап көр. Сонымен бірге, сен білесің бе, айдарымен танысып көр. Көктемде қызғалдақтар гүлдейді. Сол уақыттан енді ала кілем жайып қойғандай құлпырып кетеді. Бұл ғажап көрініс. Алайда адамдардың орынсыз жылуы мен таптауы салдарынан қызғалдақтар азайып барады. Сонда балалар, далада өсіп тұрған қызғалдақтарды без-берекет жылуға болмайды екен. Біз зиян келтіріп жатқанымызды өзіміз білмейміз. Әдемі екен деп жұлып аламыз. Ол да негізі дұрыс емес. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біздер сабақтың басында 2 мақсат қойған болатынбыз. Сол мақсатымызға жеттік. Өсімдіктердің адамға не үшін қажет екенін білдіңдер. Өсімдіктерді қорғауды үйрендіңіздер. Ендеше балалар, сіздерге сабақ ұнаса, барлығымыз 2 саусағымызды көтереміз, ал сабақ жартылай ұнаса 1 саусағымызды көтереміз. Ендеше балалар, бүгінгі сабақта белсенділік таныта отырып, сабаққа қызығушылықпен қатыса отырып, жаңа білімді игердік. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.